сәлеметсіздер ме оқырмандар? Мадина Махашеваның «Жанар» атты әңгімесін тыңдай отырыңыздар. Кішкентай Жанар есік алдына шығып, жүзін күн сәулесінен қалқалай, ебеде түскен кекілін әрлі-берлі алақанымен қозғай бастады. Жер қарайғалы сыртқа шыққаны осы. Көктемнің алғашқы күндері, айнала еріп, сыбылыңқы реңсіз күйде. Үлкен адамның өзі байыппен жүрмесе, батпаққа батып кетуі әбден мүмкін. Биылғы қыстың ашуы қатты болып, малдың жайы да мәз емес. Жайылымға шықпағандықтан жиған тергеннің бәріне ауыз салып, түбін көрсеткен. Ауыл жұрты біраз әулие сарсаңға түсіп, жем-шөп іздеп саңсырап кеткені бар. Нәсібін қорадағы малынан айырып отырған тұрғындарға бұл жақсылық емес еді. Қыстың беті қайтып, көптен күткен көктемнің көзі келіп, жұрттың жүзіне қуаныш үйіріле бастады. Жер бусанып, көк шыққалы елдің қарасы көбейіп, бір-бірімен қауышып, еркін шүйіркелесіп жүр. Бәрінің әңгімесі шаруашылықтың маңайы еді. Әрқайсысы өзінше жасаған амалдарын айтысып, қиындығымен қатар қызықшылығында бөлісіп жатыр. Құстардың шиқылы, көктің жұпар иісімен біттіскенде, тіпті бойыңды ерекше қуанышқа бөлейді. Жанар әжесінен бір елі қалмайды. Жатса тұрса аңдитыны осы кәрі шешей. Ауылдың бар қуанышына еріп барады. Жылы жұмсаққа тойып, қалғанын өзіне кейінгі бауырларына ала келеді. Тумысынан алғыр, әрі өжет өсуде. Теттей болса да қиялшыл қыз. Күн ұясына кіргенше әжесін сұрақтың астына алып, әбден шаршатады. Ерте тұрған Жанар түнеу күні нағашы саперген көйлегін киіп, айнаның алдында ұзақ тұрды. Майысып, етегінен ұстап, айнала бергенде басы айналып, жерге сылқ құлады. Анадада отырған әжесі, ор құрғырай, сүйегімді қаусатып, мені тұрғызғанша жататыны несі, еркеліктің де орны болмаушы ма еді, деп бетіне төне бергенде, немересінің аузынан ақ көбік ағып жатқанын байқады. Есі шыққаннан бөлмені сандалып жүре берді. Тілі күрмеліп, аузына сөз түспей немересін әрең көтеріп төсекке жатқызды. Таяғына сүйеніп, сыртта ошақ басында жүрген келінін шақырып дереу ауыл дәрігеріне жіберді. Қыздың есін жимай жатқанын көріп, қалаға жедел жәрдеммен апарып, жан сақтау бөлімінен бір-ақ шықты. Бәрі аң-таң, көз алдарында ойнап жүрген кішкене қыздың кенет маңдайға тап болуы әсте есеңгіретіп қойды. Осылай ес-түссіз аптаға жуық жатып, әрең дегенде ес жиды. Нақты неден қалай болғанын ешкім түсіндіре алмады. Дәрігерлер де мардымды жауап қатпай, тек қадағада ұстауларын ескертті. Ауруханаға тағы біраз жатып үйге шықты. Барлығы өрпейіп қалғандықтан көздерін Жанардан ала алмайды. Кезекпен кезек қарайды, қорқады. Әжесіне қатты батқандықтан күн өткен сайын жағдайы нашарлай берді. Кәрілік жеңді, күнім азайды деп келген кеткенмен қоштаса бастады. Жанарымды аман қыл, үбірлі-шүбірлі ет, бар қиындығын маған бер, көріме ала кетейін деп жүріп, әжей о дүниелік болды. Жанар әжесі қайтқан соң өмірдің жалған екенін ұғына бастады. Бала болып ойнауды доғарған, қатарына қосылмайды. Үй шаруасын жасап сабағына отырады. Дегенмен талмауры одан кейін қайталаған емес. Үй іші де артыққа бармай, барынша қас-қабағын бағумен болды. Іште ерте есейген Жанар мектеп бітіре сала жұмыс жасады. Ата-анасы қанша айтса да оқуды кейінге ысырды. Дәмханаларда еден жуушы, ыдыс жуды. Ілінген не жұмыс болса бәрін жасауға әзір тұрды. Әр тапқан табысын жинаумен болды. Санасындағы өмір тым қатал. Кез келген сәтте өліп кетем, бәрі жалған деген ойы санасында сайрап тұрды. Ешкіммен ашылып сөйлеспейді. Досы да қасы да жоқ. Уақыт зымырап өте берді. Жанар жиған тергеніне шағын асхана ашты. Жалдамалы жұмысшы болып, әбден қыр-сырын меңгергендіктен істі алып кетуді еш қиналмады. Басы қасында тікелей өзі жүрді. Тірі жанға сенім артпады. Мақсаты тоқ өмір сүру болса да, жаны жүдеу еді. Айналаға бір сәт мән беріп көз салмаған Жанар қоғамнан тым алыс екенін түсінді. Қай кезде де өзімен өзі сырласып, өзіне ғана сыр айтады. Анасы да тұрмыс құру керегін жиі айтып жүр. Іштей қашпайды, тек оның қалай жүзеге асатынын білмейді. Өмірді тек өзімен ғана елестететіндіктен маңынан өзге жанды көру тым қиын.
Асханадан түскен ай сайынғы пайданың бір бөлігіне балалар үйіне базарлық апаруды әдет қыла бастады. Олардың қуанған түрлерінен ерекше ләззат алатынды түсінді. Кезекті жолы түсіп, балалар үйіне ене бергенде, бұрын көрмеген Бекзат есімді сүп-сүйкімді 2-3 жасар балапанды байқады. Көздері жәудіреп, әр келушіге ата-анасы екен деген үмітпен ұзағынан қарайды. Анасы қайтқан, әкесінің басқа отбасы бар, ешкіммен қосылмайды. Томаға тұйық сары бала. Жанардың кеудесі ерекше жылып, айналшықтап қасынан кетпеді. Қорғансыз, әлсіз сәбидің мына әлемде жалғыз қалуын қабылдай алмайтындай. Барған сайын баланың азыңқы түрін көріп, ойынан шығара алмады. Анасын сағынып жүргені айтпаса да түсінікті. Бір рет сәтқа тек мама деп ат қойып алған. Ояна келе асырап аламын деп бекінді. Үй ішінің одан да тұрмыс құр, баламен сені кім қабылдайтынысына көнбей, Бекзатты қолына алды. Бала да Жанарды көріп жүріп, үйренісіп қалған. Алып кетерінде де жатырқай қоймады, ілесті де жүре берді. Жақында алған 2 бөлмелі үйінің сәні енді кіргендей. Сұрлы өмірі түрлі түске бояла бастады. Асхананың қасынан қосымша жаздық орын ашып, үлкейтіп алды. Жұмысы мен өмірі бір өзге түскендей көңілі жайлана бастады. Ендігі өмірін Бекзатқа арнаймын деп шешті. Туған туысы бастапқыда қолдамаса да, Бекзатты көре қабылдай бастады. Қыздарының шынайы күлкісі мен көңілді жүрісіне себепкер болған кішкене баланы отбасы жек көре алмады. Бекзат биыл мектепке барды. Өзге балалармен салыстырғанда салмақты, әрі білімге құштар өсті. Әр жетістігін естіген Жанар үшін бұдан асқан мәртебе жоқ еді. Дегенмен соңғы кезде көзі қарауытып, денсаулығы сыр бере бастағанын байқауда. Елемеуге тырысқанымен оң көкірегі шаншығанда арқасынан соғып, жанын ауыртады. Әне-міне деп жұмыстан қолы босамай, ұмытылып қала береді. Жаздық демалыстарда пайдаланып, ұлы екеуі арнайы шипажайлардың біразында жалпылама емделіп жүрді. Әрі көңілдері көтеріліп, ерекше тынығу деп есептеді. Бекзат ер жеткен сайын анасына тым жақын, шексіз жақсы көреді. Туған анасы еместігін білмейді, Жанар да айтқан емес. Әкесі жайлы да сөз қозғалмайды. Бұл өмірде Бекзат және Жанар ғана бар. Және осыған өздері қуанышты. Жоқты аңсамайды. Барына шүкірмен күндерін кешуде. Жанар асырандылының бар қалауын орындаумен болды. Екеуі жиі сырласады. Алда ұлынан көп үміт күтетінін, жақсы адам болып өсуін қалайтынын жиі айтып отырады. Күндер зулап өтіп жатты. Бекзатты мектеп бітірген соң анасына қолғабыс жасап, бірден кәсіпке араласып кетті. Жанардың қолы ұзарып, бұрынғыдай жүгірмейтін болды. Бар шаруаны ұлы жап-жақсы тындырып жүрді. Алайда Жанардың бала күнгі талмасы оянып, отырған жерді көзі қарауытып, талықсып барып есін жияды. Ұмытылып кеткен көкірегі де соғып ауырғанда, жанын қыспаққа алуды шығарған. Бұрындары сүреңі ойлайтын Жанар, Бекзат өскелі өмірге көз қарасы өзгеріп, талпынысы артқалы қашан. Бәрі қызық, бәрі тамаша. Кезеңде ауруды ойлауға тіпті құлқы да жоқ. Ендігі жоспары ұлының басын екеу қылсам, ел жұртты жинап, ерекше той ұйымдастырсам деп қиялдайды. Құрбыларының жас ене боласың-ау деп қалжыңдайтыны да бар. Олай деуге себеп те жоқ емес. Жасы 40-тың ортасына келген жап-жас келіншек еді. Әйтсе де соңғы кезде жүдеп, азып барады. Анасының бойындағы өзгерістерін байқаған Бекзат бой бермей тексерілуге апарды. Ақылы орталық болғандықтан бірден анық қанығын айтылып, төбелерінен жай түскендей болды. Дүние әп-сәтте шайқалып кеткендей күйге енді. Оң жақ төсінде үлкен көлемде ісік бары белгілі болып, ота жасатуға тым кеш екені, талма аурумен жасанды ұйықтатуға болмайтынын ескертіп, қолдан келер шара жоқтығын жеткізді. Жанар іштей сезгендей сабырлық танытты. Көндіге алмай тістеніп, анасын сілкілей жылаған Бекзаттың ащы дауысы елдің назарын өзіне аударды. Сабырға шақырғандарға менің шешем өледі, анамның аз ғана ғұмыры қалды. Қайдағы сабыр деп бар үнімен маңайына жуысқандардың сау сүйегін сырқыратып жанын тебірендіреді. Жанар күннен күнге жүдеп, шаштары уыстап түсе бастады. Көзінің қарашығы да көгеріп, өзгеше реңге ойысып барады. Онысы Бекзатты тіпті алаңдатады.
Анасының көңілін аулаймын деп әртүрлі әңгімелер айтып, таза ауаға шығарып жүр. Хабарласпаған дәрігері қалмады. Анализдерін шетелге де жіберді. Барлық ісіктің үлкендігін, ағзасының әлсіздігін, жасанды ұйықтатудан соң оянбай қалуының қаупін айтысып жатты. Расымен де шарасыздықтың дәмін тартып, салы суға кетті. Сандаулы күндерінің қалғанын білген Жанар бар күш-жігерін жиып, ұлына асыранды екенін айтты. Әкесінің өзге отбасы барын іздеп табуын да өтінді. Жалғыз жүрмей шаңырақ көтеріп, өмірден түңілмеуін қайталап айтумен болды. Бекзат бұл сөздерді естігісі келмесе де, еріксіз уәдесін беруге мәжбүр болды. Бүгін күн әдеттегіден ашық, нұрын шашып тұр. Көктемнің орта тұсы. Құстардың үні ерекше, кейбірі тіпті әндете шиқылдайтындай. Төсектен тұрмағалы аптадан асқан Жанар көңілді оянды. Таяққа сүйеніп жүріп, дәретін алды. Басына орамалын сәндеп тағып, ұлына шайын жасады. Бекзат анасының өз аяғымен жүргеніне таң тамаша болып, кеудесін шаттық кернеді. Мұндай көріністі соңғы рет қашан көргенін де ұмытыпты. Жанар баласын мейірлене құшып, таңғы астан соң туған өлкесіне апаруын өтінді. Қуана келіскен Бекзат желдей ұшып дайындалды. Жол бойы анасы кенет жазылып кетердей, бір тылсымның орын аларына сенгісі келіп, іштей көктен шипа тілеумен келеді. Екеу ара отырып сөйлеспегелі де көп болған. Ауылға жеткенше ана мен бала біраз шүйіркелесті. Аракідік өткен кеткенді еске түсіріп, езу тартысты. Жанар түсінде қарт әжесін көргенін, баланың көзі шалшық судан аттай беріп құлап түскенін, сол сәтте әжесі көтеріп алып, мейірленіп құшып жатқанын айтып, көзіне жас алды. Ана жүрегі қандай кең еді балам, мен де сені дәл солай уайымдаймын ғой, деді ұлының иығынан сипай. Ауыл иттері көлікке қарсы жүгіре үріп, шулаған дыбыстан тұрғандар аулаға шығып, мойын бұрысты. Жанар екенін көріп, қонақ келген үйге қарай беттей бастады. Жанар туған үйіне келіп, мал сойып, қаладан әкелген базарлықтарымен әжесіне Құран бағыштады. Бүгін бойында шаршау да ауырсыну да жоқ. Әр келген ауыл адамдарымен етене жақын шүйіркелесіп, жағдай білумен болды. Ел аяғы тарқап, үйдің бар мүшесі ауыл сыртындағы бір қауым ел жатқан төбеге келді. Арасында әжесінің де бейіті бар. Жақындай келе алашадай жайылған көктің үстіне отыра кетті. Беу шіркін туған жерім, балалығымның аспаны, көгалымның иісі-ай, топырағынан айналдым. Бетімді өпкен самал лебіңнен айналдым. Шіркін, зулаған уақыттар, несін айтайын деп, іштей толғана, қоюланай өткен кесек бұлттарға ұзақ қарады. Бекзатқа сүйеніп, бейіттің ішін аралады. Әр төмпешіктің жазуы мен суретін қарап, баласына таныстырып келеді. Кім болғанын, неден қайтқанын айтып, кідіріп бет сипауда. Қазақ кезек әжесіне келіп, Бекзатқа Құран оқытты. Бұл кезде жақындары да жиналып қалған. Топ болып дұға тілеп, ерлер қауымы кезекпен дауыстап Құран оқыды. Жанар әжесімен үнсіз сырласып, топырағын ширатып, көзінен жасы тама берді. Мені өмір сүрсін деп, өлуге асықтың-ау әжетайым. Үмітіңді ақтай алмадым ғой, қанша сағатым қалғанын да білмеймін. Алдыңа қай бетіңмен бармақпын деп егіле жылады. Асыранды ұлының қызығын көргісі келгенін, онысы мүмкін болмайтынын да айтып, іштей егілді. Бет аузын сүртіп, орнынан тұра бергенде, аяғы шөпке оралып, басы айнала теңселе барып жығылды. Қос-қолғағы бітеліп, көзінің жанары сөніп барады. Маңайына шуласып жеткен бауырлары мен ұлының жүзі де күңгірттеніп барады. Сәтім жеткен екен-ау, қош дүние, қош алтыным, қош туған жер дегеннен өзгеге тілі келмеді. Осылайша қас-қағым сәтте шырағы сөнген бір бейне өз мекеніне аттанып кете барды. Бекзаттың көзіне әжесінің қолына жетектеген кішкене қыз, артына күлімсірей қарап, мәңгілік мекеніне аяндап бара жатқаны елестеді. Бекзат анасының ісіне бар ынтасын салып жандандырды. Отбасын құрып, балалы шағалы болды. Жыл сайын балалар үйіне үлкен көлемде көмек беріп тұрады. Түлеп ұшқан әр жеткіншекпен тығыз байланыс орнатып, өз орнын табуға көмегін аямайды. Анасы мен әжесіне Құран бағыштап, елеусіз қалдырған емес. Нағашыларына да жиі жол түсіріп, отбасымен барып тұрады. Жанардың бейнесі Бекзат үшін мәңгілік жүрегінде қалды. Әр істі бастарда анасының рухымен сырласып, баяндап отырады. Көзі тірісінде берген әрбір уәдесіне берік болуды ешқашан ұмытқан емес.
осымен әңгіменің соңы.